Ассаламу алейкум достар. Мінез құлық деген жалпы психология дейміз ғой. Оның пайда болуы қайдан пайда болды? Ол 9 ай көтерген баланың 9 энергетиканы алмасу жүйесі, жұлдыздардың әсер ету системасы. Қазақта сөз бар ғой, жұлдызың оңнан тусын деген. Сол сияқты. Бұл жерде кейін отбасы болып біріккен кезде де бұл жерде үлкен энергетиканың әсері бар ата-анасының. Неге? Алладан келген шексіз нұр аппақ болып келіп әкеге келеді, әкеден анаға, анадан балаға тарайды. Сол үшін қазақтың сөзінде әкенің сөзі оқ, ананың сөзі боқ деген түпкі мағынада әкенің сөзі Алладан тікелей келеді. Сол үшін көп жерде ынтымақ берекенің кетіп жатқан себептерінің бірі осы да болуы мүмкін. Әке ата-ананы ренжіткен болуы да мүмкін, басқа жағдай болуы мүмкін. Әйел ерін, ер әйелін ренжіткен болуы мүмкін. Жүрегінде қалып қалған дақ болуы мүмкін. Ол қара энергия айналып отбасының берекесін кетіруі мүмкін. Сондықтан да осы мәселені шешеміз десеңдер, маған хабарласыңыздар.